Hello, children. How is it going? Now let's begin today's lesson, Entertainment 8. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 108-ші бетін ашамыз. Бүгінгі сабағымыз спорт туралы модульді, 8-ші модульді қорытындылайтын боламыз. What do sport teach us? Яғни спорт бізге не үйретеді де. Осы тақырыпта бүгінгі тақырыпты қорытындылаймыз. Егер де сіздерге бүгінгі сабақ ұнайды деп ойлаймын, менімен бірге болыңыздар сабақтың соңына дейін. Осы 108-ші беттегі, 108-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Now, exercise 1. What do sports teach us? What can sports teach us about life? Read what various people say. Do you agree or not? Tell your partner. Яғни, төменгі жақта сізге спортқа байланысты тақырыптар берілген, соларға келісесіз бе, келіспейсіз бе, өзіңіздің досыңызға айтыңыз, досыңызбен бірге талқылаңыз дейді балалар, иә? Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым өз нұсқамда, сонда қарап шықсаңыздар болады, немесе өз нұсқаларыңызды да айтып шықсаңыздар болады, иә? Спорт бізге пайдалы ма, пайдасыз ба, қай жағы пайдалы деген секілді сұрақтарды талқылаймыз. Келесі exercise 2, complete a sentence, яғни сөйлемді әрі қарай толықтырып шығуымыз керек. I love sports, мен спортты жақсы көремін, because, өйткені не үшін жақсы көресіз, себебін жазу керексіз, иә? Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. I love sports because they give me a sense of purpose, keep me healthy and allow me to meet new friends. Балалар, спорт бізді денсаулығымызды жақсарту үшін керек. Спортпен айналысу арқылы жаңа достар танысамыз. Спортпен айналысу арқылы біз денемізді шынықтырамыз, иә? Осылай өз ойларыңызды жазып шықсаңыздар болады. Exercise 3. Do the cues mark the sentence true or false? Correct the false statements. Яғни сіздерге төменде 6 сөйлем берілген. 6 сөйлемнің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін жазып шығуымыз керек, балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап, өздеріңіз де жазып алсаңыздар болады. Яғни бұл сөйлемдер біздің осы 8-ші модульде өткен әр тақырыбымыздан бір сөйлем алынған балалар, иә? Келесі exercise 4. Look at the model 8 and write true or false quiz of your own дейді. Жаңа 3-ші жаттығуға қарап, осы секілді өздеріңіз дейді true or false сұрақтарын құрастырып жазыңыздар дейді балалар, иә? Мен сіздерге дұрыс нұсқасын немесе өз нұсқамды деп айтайыншы қалдырдым. Осыған қарап, осыны жазсаңыздар да болады, немесе өз ойларыңызды да осы 8-ші модульді қайталау арқылы әр өткен тексттерге қарап, әр тексттен бір сөйлем алып та жазып, осылай өздеріңіз құрастырып шықсаңыздар болады, балалар. Next exercise 5. Song ән берілген балалар. Name 6 sports. Яғни бұл жерде 6 спорт түрі аталады. Which ones are there in this song? Бірақ мынау өлең ән не туралы, қай спорт туралы екен біз табуымыз керек. I love sports. I've got a racket, I've got weights, I've got trainers and I've got skates. I've got a bow, I've got a cue, I've got a flippers and a helmet too. Sports are great, I love them all. Tennis, golf and basketball. Football, snooker, archery. Come and play some sports with me. I like to play sports all day long. They keep me fit, they make me strong. I'm in a good shape and I feel fine because I play sport all the time. Балалар, сіздерге бұл сұрақтардың дұрыс нұсқасын қалдырдым. Қарап шығамыз, спорт түрі және өлең не туралы екен, не балалар? Next, last task, exercise 6. Read the song and underline 8 types of sport equipment. Use them to label the pictures дейді балалар. Яғни спорттағы өлеңді қайтадан оқып, спорттағы 8 спорт түрін және де оған экипмен, оған пайдаланатын заттарды табамыз дейді, және де суретте ол нешінші тұр дейді. Соны белгілеуіміз керек. Мен де сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Соны жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер балалар сабақ ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.